мынау жаңағы көп былықтың бәрін қазір орын алып жатқанын білесіздер. 2022 жыл бас прокуратура арнайы тексерген 660 фактіні анықтаған. Сонда кейбір сот орындаушылар кәдімгі алименттің ақшасын өндіріп алған алименттің ақшасын өзінің күнделікті қажеттілігіне жаратып жіберген. Немесе балалар үйіне балаларды қамқорлыққа жіберген ақшаны жаңағы негізсіз оны шығарып өзінің күнделікті мұқтаждықтарына жіберген. Қайдан алдыңыз бұл деректерді? Ол міне бас прокуратураның алдарыңызда бас прокуратураның ұсынысы. Бұл ұсынысқа сәйкес, бас прокуратураның ұсынысына сәйкес 88 сот орындаушы үлкен былықтарға кәдімгіде қатысы бар. Енді бас прокуратураның ұсынысына сәйкес ішінде кәдімгідей миллиондаған ақшаны жымқырған деген қалай түсінеміз? Яғни біреудің шоттарын бұғаттап, шоттарындағы ақшаны шығарғанда өзінің күнделікті мұқтаждықтарын жіберген. Әйеліне салған, бала шағасына салған, ол оның ақшасы емес. Бірақ та енді бас прокуратураның прокурорлық актісіне сәйкес мынау жаңағы сот орындаушыларды жауапқа тарту керек қой, лицензиясынан айыру керек. Себебі бұлар кемінде бұларды қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Ол сот орындаушылар. Жаңа алған ақша бірде-бір қылмыстық іс қозғалған жоқ. 88 сот орындаушының ішінде бар болғаны 8 ғана сот орындаушының лицензиясы тоқтатылды. Ал 80 сот орындаушы әлі де бостандықта жүр. Әлі де өзінің қызметін атқарып отыр. Алған ақшаны қайтарды ма балалардың ақшасын? Енді балалардың ақшасын Минюстың ақпараты бойынша жадағы кейбір ақшаларды олар енді өз еркімен қайтарды. Бірақ та түсінесіздер ма, бұл арам пиғылмен, бұл қылмыстық оқиға болғаннан кейін қылмыстық іс қозғалу керек. Дұрыс қой. Қайтарса да қылмыстық іс қозғалу керек. Қайтарса да қылмыстық іс қозғалып, ол лицензиясы толығымен тоқтатылуы тиіс. Түсінікті ғой? Ол сотталуы тиіс, бұл сот орындаушы. Ешқандай сотқа материалдар жіберілген жоқ, қылмыстық іс қозғалған жоқ, ешқандай сотқа талап арыз берілген жоқ, лицензиясы айырылған жоқ олар. Әлі де жұмыс жасап жатыр. Міне сондықтан да міне осы мәселені мен мәжілістің мінбесінен фамилияларын көрсетіп атап өттім. Можете, пожалуйста, прокомментировать ситуацию в Шымкенте, когда